биыл жем шөппен қамтамасыз етудің қаншалықты маңызды екенін айқын сезіндік. Ауа райының қолайсыздығынан және болжам жасау жұмысының тиімсіздігінен ахуал ушығып кетті. Әсіресе Маңғыстау және Қызылорда облыстарындағы жағдай күрделі. Бір ғана Маңғыстаудың өзінде жаппай қырылған малдың саны 3 мыңға жетті. Бір тонна шөптің орташа бағасы 23 мың теңге, ал кейбір аймақта 42 мың теңге болды. Мұның неге әкеп соқтыратыны белгілі. Тапшылық туындайды, баға өседі. Әкімдіктердің және ауыл шаруашылығы министрлігінің тарапынан дұрыс шешім қабылданбаған. Жүйелі әрі нақты жұмыс атқарылмаған. Соның кесірінен шаруаларымыз тығырыққа тіреліп отыр. Нақты іс-әрекетпен кері байланыс жоқ. Сондықтан фермерлер көмек сұрап тікелей маған өтініш айтуда. Әрине, қуаңшылық табиғи жағдай. Мұны жақсы түсінемін. Дегенмен, бұл мәселенің бір жағы ғана. Ең алдымен осындай күрделі кезеңде тиісті министрлік шұғыл және батыл шешімдер қабылдауы қажет еді. Бірақ министрлік бұл жұмысты тиімді ұйымдастыра алған жоқ. Сондықтан осы салаға бірден бір жауапты тұлға ретінде министр Сапархан Омаровтың отставкаға кеткені дұрыс деп есептеймін. Бұл жұмыс әсіресе дағдарыс кезінде қолыңыздан келмеді екен.